Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін саңырауқұлақтан кілегейлі сорпа дайындайтын боламыз. Достар, алдымен каналыма тіркеліп, видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, пияз, ас көк, саңырауқұлақ, лабыр жапырағы, сливки 10%-дан 33%-ға дейін және дәміне қарай тұз, бұрыш керек болады. Алдымен жуып тазаланған саңырауқұлақтарымызды жұқалап, ұзыншалау етіп турап аламыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған ыдысымызға сұйық май құйып, үстіне пиязымызды саламыз. Араластырып, қызарғанша 5 минуттай қуырамыз. Үстіне саңырауқұлақтарды салып, тұз қосып 5-10 минуттай қуырып аламыз. Сәбізімізді 4 бұрыштап тураймыз. Картопты да тура солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қуырылған саңырауқұлақтарды бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді кастрюлемізге сәбізді салып 5 минуттай қуырамыз және картопымызды саламыз. Лабыр жапырағын салып, үстіне су құямыз. Сорпамыз қайнағанша отта ұстаймыз. Қайнаған бойда ішіне лабыр жапырағын сүзіп шығарамыз. Сорпамызды осындай блендердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырып езіп аламыз. Сорпамызды қайтадан отқа қойып, үстіне қуырылған саңырауқұлақтарды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз және 10%-дан 33%-ға дейінгі кез келген сливкемізді құйып, араластырып, орташа отта 10 минут тағы да қайнатамыз. Өте тез дайындалатын дәмі ерекше сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сорпаның бетіне қалауыңызша осындай кепкен нан, яғни сухари және ас көк салсаңыз болады.